Армысыздар, құрметті көрермендер. Мектебімізде 2025 жылдың 18 наурыз күні Абай облысы білім басқармасының дарын орталығының жұмыс жоспарына сәйкес оқушыларды патриотизмге үйрету, ұлттық құндылықтарды насихаттау атты тақырыбында облыстық семинар өтті. Дарын ғылыми әдістемелік орталығының директордың қосымша білім беру жөніндегі орынбасары Крипаева Лаура Төлегеновна және семинарға қатысқан қонақтарымыздан сұхбат алдық. Олай болса, кеттік. Қайырлы күн, интервьюмді бастамас бұрын өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Жақсы, қайырлы күн. Мен Абай облысы білім басқармасы дарын орталығының директордың қосымша білім беру жөніндегі орынбасары Лаура Төлегеновна болады. Жақсы, рахмет. Келесі кезекте сұрағымды қоятын болсам, сіздің ойыңызша мектеп жасындағы жас жеткіншектердің жеке тұлға болып дамуындағы ең басты жағдай? Мектеп жасындағы жас жеткіншектердің жеке тұлға болып қалыптасу үшін ең басты отбасындағы жағдай тыныш болу керек. Ата-анасы ең басты маңызды рөл ойнайды. Ата-анадан кейін жайлы қолайлы орта, ол әрине мектеп, сыныптастары, оның қоршаған әлем және жақсы дос. Оған жеке тұлға болып қалыптасуына үш жақты көмек, яғни ата-ана, мектеп, жақын достар. Адал дос. Осы үшеуі дұрыс бағыт берген кезде ол бала жеке тұлға болып қалыптасады. Жақсы, рахмет. Қайырлы күн, интервью алмас бұрын өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Сәлеметсіздер ме? Мен Абай облысы Ошар ауданы Абай атындағы орта мектеп тәлімгерімін. Жақсы, рахмет. Енді сұрағымды қоятын болсам, бала бойындағы патриотизм ел болып дамуымыздың басты кілті деген сөзді қалай түсінесіз? Сұрағыңыз өте тамаша екен. Бала бойында патриоттық сезімді қалыптастыру ол бірден бала бойына берілмейді. Ол туа біткеннен бастап баланың санасына құя беру керек деп ойлаймын. Өйткені бала өз елін, жерін, отанын, Қазақстан Республикасының рәміздерін құрметтеуге отбасынан бастап ақырын бойына сіңіре беру керек деп ойлаймын. Бала біздің болашағымыз. Сол себепті патриоттық сезімді ұялату біздің ата салт дәстүрімізді, құндылықтарымызды, біртұтас бағыттағы өзіміздің ұлттық құндылықтарымызды баланың бойына сіңіру, ұл болсын, қыз болсын, әрине бұл біздің ата-баба дәстүрімізден қалған беретін құндылықтарымыздың бірі деп ойлаймын. Жақсы, үлкен рахмет. Қайырлы күн. Ал енді сізге сұрағымды қоятын болсам, сіздің ойыңызша мектептегі жас жеткіншектердің жеке тұлға болып дамуына үлес етуші жағдай? Баланың жеке тұлға болып қалыптасуына әртүрлі факторлар әсер етеді. Жаңағы отбасылық өзінің ортасы, әлеуметтік орта, және де мектептегі білім мен тәрбие, және де баланың жаңағы өз араласатын жеке жаңағы ортасы, және баланың тұлға болып қалыптасуына, және оның білімді, тәрбиелі болып өсуіне осы факторлар әсер етеді. Жақсы, рахмет. Қайырлы күн. Интервьюді алмас бұрын өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Қайырлы күн, мен Жандүстөбе орта мектеп балабақша кешені коммуналдық мемлекеттік мекемесінің директорының тәрбиесі жөніндегі орынбасары Арайлым Қанатовна. Жақсы, рахмет. Ендігі келесі кезекте сұрағымды қоятын болсам, патриот адамды қалай елестетесіз? Патриот адам деген ол жүрегінде еліне, отанына деген сүйіспеншілік қасиеті бар, ел үшін, жер үшін жаны беретін адам. Жақсы, рахмет. Ең алдымен өзіңізді таныстырсаңыз. Балқашы орта мектебінің аға тәлімгері Нұртай Заманшев Ерқазылова. Жақсы, ендеше сұрағымды қоятын болсам, тәлімгер ретінде бүгінгі семинардан сіздің ойыңыз? Бүгінгі семинар өте бір осы ұлттық құндылықтарға негізделген тағылымды семинар болып жатыр деп ойлаймын өзім. Ең алдымен мектеп басшысына, ұйымдастырушыларға, облыс басшылығына, барлығына шексіз алғысымды білдіргім келеді. Өзімізге біраз іс тәжірибе алдық, керекті құнды дүниелерді түртіп алдық деген ойдамын. Сәттілік сіздердің істеріңізге, шығармашылық табыстар тілейміз. Жақсы, сізге де рахмет.